Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Әсем. Бүгін осылай капустаны помидордың согында қытырлақ етіп банкаға жабатын боламыз. Міндетті түрде менімен бірге болыңыздар, видеоның соңына дейін көріңіздер, бірге жасап көрейік. Ең алдымен помидорларымызды 3-4 қайтара жуып, 3-4 бөлікке осылай бөліп, жақсылап осылай блендермен майдалап алатын боламыз. Егер блендер болмаса, мясорубкамен жақсылап помидорды өткізіп алыңыздар. Ал енді осы помидорымызды отқа қойып, газға 30 минуттай қайнатып алатын боламыз. Сағатқа қарап тұрыңыздар, міндетті түрде 30 минут қайнатып алыңыздар. Қайнағаннан кейін есептеңіздер. Және де осы помидордың согын суытып, және де осылай қызыл сеткадан жақсылап өткізіп сүзіп алатын боламыз. Негізі помидорды ертерек қайнатып, суытып қойған дұрыс. Сол кезде суып, жақсы тез сүзіп аласыздар согын. Ал енді осы помидордың согын тағы да 40 минутқа қайнататын боламыз. Қайнағаннан кейін есептеп қараңыздар, 40 минут қайнасын. Енді мантаваркамызға осылай қақпағымызды, банкаларымызды жақсылап парлап алатын боламыз. 5 минут парласаңыздар жеткілікті, қақпақты ұзақ ұстамаңыздар. Ал енді керекті көкөністер осылай 2 капуста, және де 5 банка болатын болса 5 болгарский бұрыш, және де әр банкаға 3-4 чесноктан, аспирин, лавровый лист, қара бұрыш, және де укроп. Енді осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай капустамызды алдыға бөліп, және де сол бөліктерді ортасынан бөліп, осылай 4-4 етіп, жақсылап банкамызға бәрін әдемілеп үлестіретін боламыз. Ең алдымен 4 түйір сарымсақ, 1-2 штук лавровый лист, және де кішкене 1 қасық қара бұрыш, және де 1 ащы перец, және де 1 болгар бұрышын 3-4 бөлікке бөлінгенді салып, әр банкаға осылай бетіне капусталарын салып, үлестіріп шығатын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен жыл сайын үнемі жасаймыз, анам екеуміз. Дәмі керемет, қытырлақ, күшті болып шығады. Ет асқан кездерде жесеңіздер, өте керемет болады. Мүмкіндік болса 20 банкасын жауып алыңыздар. Жақсылап өз-өздеріңізге рахмет айтып жейтін боласыздар, достар. Менің каналымда плейлист бөлімі бар, сол жерде қысқа дайындық басқа да банка түрлері бар, көрсеңіздер болады. Ал енді осылай шәйнегімізге ыстық суымызды қайнатамыз, және де осылай бетіне толтырып, құйып, қақпағын жауып 15 минутқа қойып қоятын боламыз. Сағатқа қарап 15 минутқа қойып қойыңыздар. Банкаларымыздың қақпақтарын жауып, сағатқа қарап 15 минутқа қойып қойыңыздар. Және де енді осылай суларын бір-біртіндеп банкаларымыздың суларын төгіп шығатын боламыз. Банкаға құйған суымызды 15 минут уақыт өткеннен кейін осылай төгіп тастайтын боламыз. Бұл ас суды ештеңеге қолданбайсыздар. Ал енді әр қайсына 2 қасықтан қант, 2 қасық тұз салып шығатын боламыз. 1 литрге 1 қасық қант, 1 қасық тұз салынады. Бұл жерде 2 литрлік банка, сол себепті 2 қасықтан салып шығатын боласыздар. Және де енді уксусымызды 3-4 тамшыдан тамызамыз, және де 2 аспириннен салатын боламыз. 1 литрге 1 аспирин кетеді, 2 литр банкаға 2 аспирин салдым мен. Уксусты 3-4 тамшыдан осылай тамызып шығыңыздар. Осы кезде қақпағымызды қайнаған суға сап қойыңыздар. Газдың үстінде қайнатпаңыздар, жай әшейін ыстық қайнаған суға сап қойсаңыздар да болады қақпақты. Ал енді помидордың согын барлық банкаға толтырып құймаймыз, себебі 6 литр помидор болса да аз шықты. Сол себепті банкаларымызға жарты банкадан үлестіріп шығатын боламыз. Осылай құйып шығамыз барлығына. 5 банкаға осылай жарты банкадан құйып шықтым мен. Және шәйнекке қайнаған су қойып қойыңыздар. Сол қайнаған суды енді жарты банка томатный соктың үстіне құйып, банкаларымыздың суын толтыратын боламыз ішіндегі. Беттеріне қақпақтарын жауып, қақпақ жапқышпен осылай әдемілеп жауып, және де банкаларымызды жатқызып, жақсылап араластырып жіберетін боламыз. Жақсылап шайқайсыздар. Сол кезде жаңағы аспирины, уксусы бойына тарайды. Содан кейін банкаларымыз жақсы маринадталатын болады, капусталар.
одеялымызға орап, банкамызды төңкеріп одеялға орап қоятын боламыз. Осылай жақсылап бекітіп қойыңыздар. Ал енді банкаларымыз дайын болды. Видео рецепті ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Әсем.